Армысыздар көрермен, ертіс телеарнасында сенбілік кездесу. Хабарымыздың бүгінгі кейіпкері Павлодар облысына белгілі ұлағатты ұстаз, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері Хабиба Абилова. Алдымен экранға назар аударайық. Хабиба Жекен қызы Абилова 1961 жылы Аққулы ауданы Қарақала ауылында дүниеге келген. Әкесі Жекен Кәрімұлы Жылқыбаев сол жерде туып өсті. Ауыл шаруашылығы саласында еңбек етті. Жұбайы Марғуа екеуі 40 жыл отасып, 6 баланы тәрбиелеп өсірген. Жекен Кәрімұлы ауылға келген газет журналдарды қалт жібермей оқып, өзі де жиі қолына қалам ұстап, аудандық, облыстық газеттерге хаттар жолдап тұрған. Хабиба Жекен қызы бойындағы бала кезден кітап оқуға деген құмарлық пен ізденімпаздық осы әкесінен тараған. Анасы Марғуа сыздық қызды, көкірек көзі ояу, ісі шапшаң адам болған. Хабиба Абилова 1984 жылы Павлодар педагогикалық институтының физика-математика факультетін тәмамдайды. 2008 жылы Қарағанды экономикалық университетінің экономика мамандығы бойынша бөлімін аяқтады. Торайғыров университетінің түлегі, жаратылыстану ғылымдарының магистрі. Еңбек жолын 1984 жылы қазіргі Аққулы ауданының Абай атындағы 8 жылдық мектебінде бастады. Кейін облыстық білім беру басқармасында бала құқығын қорғау инспектор болып еңбек етті. Бұдан кейін облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-интернатында, Павлодар облыстық біліктілік көтеру институтында физика-математика пәндері бойынша қазақ бөлімінің меңгерушісі болып қызметтерде атқарады. Білім беру саласындағы еңбек жолын Павлодар қаласындағы дарынды балаларға арналған Абай атындағы нөмір 10 лицей мектебінде директорының ғылыми жұмыстары жөніндегі орынбасары болып жалғастырады. 2005 жылы лицей мектептің директоры қызметіне тағайындалды. 2015 жылға дейін тапжылмай осы қызметте болады. 2015 жылдан бастап Бейсен Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық колледжінде оқытушы, әдіскер болып еңбек етіп келеді. Осындай атқарған қажырлы еңбегі үшін Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, дарын төс белгісінің иегері, білім және ғылым министрлігінің, Павлодар облыстық білім беру басқармасының, дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының құрмет грамоталары, алғыс хаттарымен және Семей Невада қозғалысының арнайы медалімен де марапатталған. 2015 жылы Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хаты табыс етілді. Жолдасы Ерсайын Абилов Павлодар индустриалды институтын аяқтаған инженер-технолог. Ұзақ жылдар бойы Павлодар трактор зауытында еңбек етті. Бір ұл мен қыздың ата-аналары. Отбасында 3 жиен өсіп келеді. Хабарымызды бастайық. Енді студия қонақтарымен таныс бола отырсақ, ол әрине хабарымыздың негізгі қонағы, кейіпкері Хабиба Жекен қызы Абилова. Сол сияқты бүгін студиямызды енді сіздің өмірлік жарыңыз Ерсайын Мұқанұлы Абилов, және де өзіңіз талай жылдар дос, әріптес болған жерлесіңіз Смағұлова Майкен Қалымқызы, сіз де ұстазсыз. Сондай-ақ мына жерде бауырыңыз отыр, Бауыржан Жекенұлы Жылқыбаев, және де әрине ұстаздар әулетінің де бұл жерде өкілдері Хабиба Жекен қызы сіздің достарыңыз Айтмұхамед Қасымбайұлы Тұрышев және Шәрбәт Төлеу қызы Жұмаділова студиямызға қош келіпсіздер. Енді алдымен осы жердегі барлық нәзік жандыларды бүгінгі 8 наурыз халықаралық мерекемен құттықтап өтсем. Хабарымызды бастай. Хабиба Жекен қызы, жоғарыда айттық, сіздер отбасында 6 баласыздар. Және солардың арасында ұстаздар да бар. Демек сіздің әке-шешелеріңіз бала кезден сіздерді осы ұстаздық жолға тәрбиеледі ме? Әлде бұл сіздердің өздеріңіздің өсе келе ер жеткенде бір жүрек қалауларыңыз болды ма? Сіздің жеке басыңыз? Бұл енді жүрек қалауы да тәрбиеде. Себебі ол кезде негізі
халық арасында, әсіресе ауылда ұстаз деген мамандықтың беделі өте жоғары болды ғой. Сондықтан да бір мектепте енді білімі жақсы оқып, үлгілі, өнегелі болып жүрген балалардың барлығы мұғалім болғысы келетін, дәрігер болғысы келетін. Мүмкін мамандықтар да шектеулі болған шығар. Дегенмен де бірақ осы үйде де оған бағыт болды. Біздің ұстаз болғанымызды, мұғалімдікті таңдағанымызды ата-анамыз қолдады және оны мақтан көрді. Сіз сол ұстазға қарап еліктеп өстіңіз десек, қателеспейтін шығармыз. Қателеспеймін, себебі менің атымды қойған кезде менің шешемнің өзінің мұғалімі аты Хабиба болған. Сондықтан да ол кезде енді ол кісінің оқыған кезінде, ол соғыстан кейінгі уақыт қой, жаңа мұғалім деген мамандық өте сыйлы, және сол ауылдағы бір мұғалім өте сыйлы адам болған ғой. Сондықтан да егер де енді жаңағы балалы бұл қызым болса, атын Хабиба қоям деп өзі ішін армандаған, солай менің атымды өзінің ұстазының құрметіне қойды. Және жоғары сюжетті байқағандай, сіздің әкеңіз де шығармашылыққа жақын адам болған ғой. Әрине, біздің әкеміз енді ауылда қызмет етті, жұмыс істеді. Енді ол кезде олардың балалық шағы соғыс уақытына түскен кез ғой. Соғыс уақытына түскен балалық шағы барлығының ортақ қой, енді қайғылары да, өзінің әкесі соғыс кезінде қайтыс болған, оралмаған. Сондықтан да енді қиын қыстауда өткен, дегенмен де білімге өте құштар болды. Өте көп кітап оқыды. Ол мен тұрған шағын ауылда, енді ол кез ол бөлімше деп аталады ғой. Ол ауылда барлығы дерлік кітап оқыды. Барлығы бір кішкентай кітапхана болды. Күнде халық соған барып, газет, журнал, кітапты алып, өте күнде бір кітап оқуға өте қатты құштар болды адамдар. Сондықтан да олар бірақ енді өзінің бойындағы қабілеті, әрине папам өте кітапты көп оқығанымен қоймай, халықтың жаңағы жақсы жаңалықтарды елмен бөлісі, біздің сол кездегі Ленин жолы, Қызыл ту деп айтылады ғой, ол кезде газеттер облыстық, солардың барлығымен хабарласып, сол жерде жүрген мысалы марқұм Қажымұрат Смағұлов ағалармен достасып, сондай бір қарым-қатынаста болды, және өлең шығарып, жаңағы жазбалар жазып, очерктер жазып, сондай сол кезде белгілі болды. Ол кез енді соғыстан кейінгі халықтың тұрмысы енді түзеліп келе жатқан уақыт, бірақ десе де осы білім саласын, тәрбие саласын ұмытқан жоқ дейсіз, ол шет қалдырған жоқ. Осы жерде сіз ата-анаңыздың суреттеріне келдім. Менің әкем мен шешемнің, енді бұл жерде ол кісілер, енді мен институт бітірген күні түскен осы фотоға. Сіздің есіңізде ме? 46-47 жаста, енді қалаға келгенде түскен фотолары, мен диплом алған күні. Сондықтан да әрине ол әкем мен шешем, шешем енді жұмыс істеген жоқ, 6 баланың күтуімен, жалпы үйдің тұрмысымен ғана айналысқан адам болды. Әкеміз үнемі жұмыста болды. Жас кезінен, енді 14-15 жастан бастап ауылдың жұмысына араласқан. Сондықтан кейін зейнеткерлікке шыққанға дейін 58 жасында өмірден өтті, бірақ зейнеткерлікке шыққанға дейін үнемі жұмыста болды, ауыл шаруашылығында, елде. Хабарымызды жалғастырамыз. Енді Ерсайын Мұқанұлы да бүгінгі біздің хабарымыздың қадірменді қонағы болып отыр. Жалпы соны енді жастық шаққа көз жүгірте отырсақ, Хабиба Жекенқызын сізді енді тәнті еткен, алғаш көргенде қандай қасиеттерін атап өтер едіңіз, әлі күнге дейін өзгермеген дегендей. Енді ол кезде 86 жылы біз мен енді мектептен кейін әскерге барып, соны әскерден кейін индустриальный институт, ол кезде қалада 2 институт бар ғой, пединститут, сосын индустриальный. Сол индустриальный бітірген кезім, сосын бізден Алматының, Ақтөбенің жігіттері болды, соның бір той, ақырын диплом жуып жүрдік қой. Сол кезде бір кеште осы Хабибамен таныстық. Сонда енді танысқанда енді бір сезім болған шығар енді. Өзімізге енді жас келді, жұмысқа шықтық, трактор заводқа. Сонда екеуміз сөзбен сөз кездесіп, сонда бір мінезіміз бе, бір өзіміздің
бір сезім болды. Үндестік болды. Содан қай ол кезде мамандықтарды енді жақсы дайындайды ғой. Оларды курсқа жіберіп отырады, сол қалада курста жүр екен. Сол ақырын бір кездесіп, сосын ол кезде сотовый телефон деген жоқ. Почта арқылы жазысып, бір-біріміздің сезімізді ары қарай хат жөнінде жалғаста жаттық. Сонымен солай ақырын 87 жылы енді екеуміз бір келісімге келіп, сол отбасын құрып, содан бастап осылай жалғасып жүрміз. Яғни биыл 37 жыл. 37 жыл биыл. Бұл енді біршама уақыт қой. Сол үйде болды балалар. Мен трактор заводтан 3 жыл Қытайда істедім. Сол түгел осы міне түгел кешіп міне екі баламды міне үйдендіріп, қазір енді зейнетін көріп жатырмыз. Сіздер бір ұл мен бір қызды тәрбиелеп өсірдіңіздер, иә? Қыздарыңыз Динара, ұлдарыңыз Данияр. Бүгінде 3 жиендеріңіз бар. Барлығы да Астана қаласында тұрып жатыр. Жалпы қалай жиі кездесіп тұрасыздар ма балалар? Әрине. Қайба шыдамайды, жиі барады. Сағынамыз балаларды. Әрине жиі кездесеміз. Балаларыма рахмет, сондай бір құдаларымыз жақсы. Жиі кездесеміз. Жиі кездесеміз құдалармен. Әр жылды бірге қарсы аламыз. Мен осы жерде айта кеткім келеді. Мен келін болып түскенде енді ата-енем сол Жалтыр ауылында екеуі де есепші. Бухгалтер ғой, екеуі де бухгалтер, сондай көзе ашық, істеріне тиянақты сондай адамдар. Сондықтан да менің қатты есімде қалған нәрселер енді біраз нәрсені ол кісілерден үйрендім. Мына шын мәнінде жұмысқа тиянақтылық, іске тиянақтылық, содан кейін әр істі уақытында бастап, уақытында аяқтау, бір жерге кешікпеудің өзі ол кісілерге өте маңызды болатын. Сондықтан да өте сондай жағынан әр іске адал қарап, және сонымен бірге қатал қараудың барлығын осы кісілер енді өздерінің бойларына қатты сіңірген болдық. Және сізге де маған да әсер етті. Сіздің бойыңызда дос қасиеттер бар деп енді бар болса, ол әрине мен енемнен көрген көптеген жақсы бір қасиеттерді сіңіруге тырыстым. Өйткені көргенде өзіме ол қасиеттер ұнады. Өте тазалығы, жалпы отбасындағы тазалығы, сондай нәрселер. Сондықтан да ол кісілерді де мен енді айтып кеткім келеді, иә. Сондықтан енді бұл кісілер сол жаңағы Май ауданының Жалтыр елді мекенінде өмір бойы тұрып, сол жерде қызмет етіп, енді сол жерде өмірден өтті. Және біздің үйде енемнің бір жақсы қасиеті, маған кейде өзі кітап газетті көп оқыды. Ол кезде Қазақстан әйелдері бәрін сол менің арасында сұрайды, Хабиба, ертең біз кеткенде жай жыламай, қалай жоқтайсыңдар деп. Сондайлардың бәріне жоқтау керек қой, енді қалай жоқтайсыңдар деп. Содан енді шай ішіп отырғанда енді жайлы бір әңгіменің барысында сұрайды ғой. Сосын мен айтам, Бауыржан Момышұлының келіні айтыпты, қалай жоқтайсың деп атасы сұраған кезде жаңағы Алашын ұшар биікте жаяр құлашын, атамды алған құдайдың келіні менде жыласын деген сөздерді Бекболат бидің келіні айтқан екен. Соны мен де қайталаймын деп Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова Бауыржан Батырға айтқан ғой, солай сөйтіп айтыпты деп мен сол кісіге айтам, солай. Содан ол кісі күліп мәз болатынды. Сондықтан енді ол кісі сосын өзінің енесі туралы, жалпы өзінің қолында енесі көп уақыт өмір сүрген. Сол Май ауданында. Май ауданында. Сондықтан ол кісі де маған енді өнеге болсын дедім екен, өзінің енесі туралы да айтып, содан кейін осы портрет біздің қолымызға табыс етілді. Бұл енді бір ғасырлық тарихы бар портрет. Бұл енемнің енесінің портрет. Хабарымызды жалғастырайық. Жоғарыда айттық, қазір балаларыңыз Астанада тұрып жатыр. Олай болса, біз дәл қазір осы ұлдарыңыз Данияр мен келіндеріңіз Динаны және қыздарыңыз Динара мен жиендеріңіз Қасиеттің бүгінгі 8 наурыз халықаралық мерекеге орай арнайы жіберген видео сәлемдерін тамашалау үшін экранға назар аударсақ. Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Бала кезінде негізі кітап әлемін мен үшін ашқан бұл әрине де менің анам. Анамның бейнесі балалық шақтан көз алдыма ылғи осылай кітаппен отырған кезінде елестейді. Өйткені ылғи да қолының жалғасы бұл кітап болатын. Анамның мамандығы ұстаз болғанымен, оның жалпы өмірлік ұстанымы баланың білімін ғана емес, жан-жақты дамуына көңіл бөледі.
Осының бәрі жалпы біздің бала ретінде тілімізді дамытуды, ойымыздың өркендеуіне үлкен үлес қосты деп ойлаймын. Осының бәрі маған бүгінде өз ісімді табуыма ықпал етті. Менің қазір кішігірім осындай балаларға арналған кітап дүкенім бар. Бұл жерде таңдаулы, сапасы жоғары, тәлім-тәрбиелік мәні зор кітаптарды табуға болады. Мен әжемді өте жақсы көремін. Біз әжемен бірге кітаптарды оқимыз. Көп сұрақтарды біз мына кітаптардан аламыз. Әжем мен туралы кітапты жазды. Мен әжеме ұзақ өмірі болсын, сосын ешқашан ешкімнен ұрыспасын. Оны барлығы жақсы көресін, сондай әдемі болсын. Өзім алғаш ана болған кезімде өз мамамнан сұрайтынмын, маған тәрбие бойынша қандай бір кеңес берсеңіз, баланы қалай дұрыс тәрбиелеу керек деп. Сонда маған анам айтқан, өзің дұрыс бол, өзіңді түзе, бала саған қарап өседі деп, сен сияқты болады деп. Сол негізі маған қазір 3 балам бар, соларды тәрбиелеп жүргенде тәрбиенің негізі осы сөз. Әр адамның өмірінде ата-ананың орны ерекше. Әкеміз сәби кезінен спортпен шұғылдануды, жанындағы адамға қамқор болуды үйретті. Мен үшін адамгершілік пен ер жігіттің үлгісі. Әкеміз бен анамыз Динара екеумізге оқуға деген қызығушылықты және қамқор болуды үйретті. Бізді әр ісімізде қолдап, еркелетіп, әпелетіп өсіргені үшін рахмет. Тамаша. Енді осы жерде бұл тек құр осындай құттықтау ғана емес, балаларыңыз сонау Астанадан бүгінгі біздің студиямызға осындай гүл шоқтарында жіберген екен. Бүгінгі мерекеге орай Хабиба Жекенқызы, олай болса қабыл алыңыз. Рахмет. Енді ұл қыздарыңыз, келіңіз бен күйеу балаңыздың атынан осындай сізге сыйлықты табыстауға өтініш білдірген еді. Бүгінгі мерекеге орай сенбілік кездесу бағдарламасын жалғастырамыз. Сіздер Шымкент қаласымен құдандалы екенсіздер. Олай болса Шырайлы Шымкенттен де осындай бүгінгі мерекеге орай құттықтау. Хабиба Жекенқызы, Ерсайын Мұханұлы сіздерге деген ыстық ықыластарын білдіріп, жазып жіберген видео сәлем бар. Атап айтқанда құдаларыңыз Молдағали мен құдағиларыңыз Гүлзайнат Сармановтардың отбасынан осындай тілектер. Шырайлы Шымкенттен дұғай сәлем. Бір 10 жылдан астам болды, біз сіздермен құда болып, 2 жас үйленіп, жанұя болғанымызға. Қазір 10 жылдан бері 2 ұл, 1 қыз ортада ойнап күліп жүр. Жанұямыз өте ризамыз, сіздерге сол үшін алғыс айтамын. Ерсайын құда, Хабиби құдағи, сіздермен құда болғанына өте ризамын, мақтаныш көремін. Сіздердің үйлеріңізде тек қана жақсылық болсын, табыс болсын, құда қаласа алдарыңызда тек қана жақсылық болады деп есептеймін. Рахмет. Осындай Шымкенттен сізге деген ыстық ықыластарын жолдаған екен. Біз сенбілік кездесуді жалғастырамыз. Енді бұл жерде сіздің бауырыңыз да отыр. Бауыржан мырза, сіз де ұстазсыз ғой? Иә, ұстазбыз. Жалпы Хабиба Жекенқызы қандай әпке? Енді қайырлы кеш. Бүгінде енді жаңа халықаралық әйелдер күнімен, көктем мерекесімен құттықтай келе, апамыздың мынадай бір үлкен кешіне шақырып отырғанына үлкен алғысым, шексіз әрине. Бұл кісі енді апа болуға лайықты адам ғой. Мен өзім жақсы көремін. Біз жаңа басында айтып кеттік, 6-ауымыз. Енді 5-еуміз жақсы көреміз. 5-еумізді тәрбиелеген. Даже ағамыздың өзі апамыздан жас үлкен болса да бір кеңесін, жаңағы қамқорлығын, қыз бала қамқор ғой.
әркімге болмасын. Жанашыр Жанашыр, иә, бір қысылған кезде барып жаңағыдай біреңелер сұрап жатамыз. Қызмет барысында да жалпы осылай ағаттық ұстаздық нені алған, жолда алғаныма бірінші осы кісі, және өзім әйелімді мұғалім, қарым-қатынас енді үйлерінде көріп отырамын ғой. Ол мына кісілерден бір үлкен жаңа рухани тәрбие аламыз. Осы кісілермен сөйлескенде, сұхбаттасқанда үлкен бір сондай рухани тәрбие алғандай боламыз. Енді апамыздың жолы өзі бір бөлек, әрине. Әрине, бір бөлек. Анамыз всегда айтатын, енді әрдайым айтатын еді. Осы апаң айтқанын орындасаң, далада қалмайсың деп. Шын айтқан, ол кісінде жаңағы аруаға риза болсын. Әкемді тек қана осы апайың, осы апайың деп айтатынды. Сондықтан біз бәріміз күні бүгінге шейін сол дағда, сол ордыс қалып қойған ғой. Сол күні бүгінге шейін бірдеңе болса, даже келіндердің өзі звондайды. Хайбамен ақылдасайық деп. Соңғы қандай кеңес сұраған едіңіздер? Немесе көмек пе? Енді жалпы енді отбасы болғаннан кейін бір жаңағы толып жатыр ғой. Бізде қыз ұзаттық, мысалы, сондай бір қысылтаяң бірдеңе болып қалса, бірден мен звондаймын, жездеме звондаймын. Бәрін біледі. Иә, бәрін біледі. Жездеме звондаймын, апам қайда? Апаң анда командировкада жүр дейді. Айтып бергенде мектепте жүр, қона жатып мектепте жұмыс істеген адамдар не осы. Екі апаммен қоса, то есть үш апамыз да солай ғой, қона жатып 10-шы мектепте. Ана кісі енді 12-ші мектептің бастығы болды. Сол. Яғни жол сілтейтін. Жол сілтейтін. Жалпы қайда болмаса да апамыздың айтқанымен жүреміз. Әлі де, сіздің өзіңізден жас емессіз, бірақ әлі де сол апаңыздың айтқанын. Күні бүгінге шейін, бір нәрсе болып жатса, хабарласамыз, үйіне барамыз. Звондаймыз, үйдесіндермен бір жағдай не болып қалды, барамыз жаңа. Қабиба жекеңіз қандай осы сезімкер не отыр осы ретте? Жоқ, бұл жерде былай ғой, негізінде әкеміз жаңа өлең жазды деді ғой, сонда папамның мынадай бір шумағы бар, біз оны негізі өзімізге өсиет қылып аламыз, Онда жаңағы ата бағы алдағыш, кісі сөзі арбағыш, ерінбестен еңбек ет, өз бойыңда барда күш деп папамның өлең шумағы кезінде жаңа Қызылту газетіне де шыққан, бірнеше топтамалар шығып жүр ғой. Сонда осындай бар, соны біздің балалар да жаттайды. Сонда негізінде қай жерде болса да еңбек етсе, еңбектің түбі бір жақсы зейнетке әкелетін еңбек, адал еңбекпен жаңағы біраз жетістікке жетуге болатыны сол ғой. Енді бұлар да еңбек, өздері қарапайым мұғалім болса да, сол еңбектеніп, сол еңбектің арқасында барлығы да сол өз бағыттарында, өз мамандықтарында еңбектеніп жүр бауырларым, сіңлілерім, бауырларым бәрі. Тамаша, осы жерде сіздің достарыңыз, құрбыларыңыздың да есімдерін атап отыр. Бізде енді сөз кезегін сіздерге бере отырсақ, ауылдасыңыз, әріптесіңіз, бүгінде құрбыңыз десек қателеспейміз, Смағұлова Майкен Қалым қызы. Жалпы осы достықтың, соның ішінде осы Хабиба жекен қызымен арадағы сіздердің сыйластықтың, жақындықтың сыры неде? Енді біз Хабиба жекенна екеуміз мынау бұрынғы Лебяжа ауданы, қазіргі Аққу ауданының Қарағалы ауылында бірге өстік, бір мектепке бардық. Бала кезден білеміз. Тіпті әке-шешелеріміз жақсы араласқан кезінде бір-бірін біледі, көз көргендер дейді ғой. Енді осы қалаға келгеннен кейін әрі қарай біздің енді жаңағы институт бітіріп келдім деді, одан кейін институт бітіріп келген сол ауылда біз қызмет еттік. Екеуміз де сол мектепте мұғалім болып істедік. Одан кейін өзі Хабиба жекенна екеуміздің өміріміз бірге ылғи ұштасып жатады, бір-бірімізге қатар жүреміз. Ұқсас па? Ұқсас. Өйткені ол жаңа айтты ғой, облыстық кезінде 91 жылдары облыстық мұғалімдер біліктілігін арттыру институтында мына құқық қорғау сол кабинетінің меңгерушісі болды. Мен сол кезде сол институтта биология кабинетінің меңгерушісі болдым.
Одан кейін мен мына 19 мектепте завуч болып жүрген кезде Қайбиба Жекенні 2005 жылы ғой деймін, осы Абай атындағы лицей мектебіне мені биолог мұғалімі ретінде шақырды. Енді ол кезде дарынды балаларда, соларда мен жұмыс жасадым. Енді сол кезде мен енді бұрында енді Қабибаның жаңа айтып жатыр ғой, кітапқа сондай сүйіспеншілігі, мына ұлттық құндылықтарға деген сондай өзінің сүйіспеншілігі керемет. Осы жағынан бізді біріктіреді көбінесе. Мынау тілге байланысты деген сияқты қай жерде кездессек те біз осы тіл жөнінде, жалпы мынау тарихи шежіре жөнінде кітаптарды жақсы көреді. Қабиба мынау енді кейде бізде қолымыз тимеген кезде, осы Қабибамен бір кездескен кезде, той домалақ болсын, жай кездескенде де осы кітаптар, мына кітапты оқыдыңдар ма деп осындағы мазмұнын айтып, соны талқылап, біз де қызығып кетеміз енді. Қандай кітаптар, қай жанрдағы кітаптар көбінесе? Енді көбінесе тарихи, қандай да болмасын жанрдағы кітаптарды, көркем әдебиет кітаптарды өте жақсы көреді. Одан кейін енді Қайбиба Жекеннің осы Абай лицейінде істеп жүрген кезде мен енді ол кісінің сондай іскерлік, ақылды, сабырлы сондай екендігін көрдім. Мен 5 жылда істедім сол Абай лицейінде. Сол кезде Қайбиба Жекен енді оған дейін енді мектептің тарихы өте кең ғой, енді зор ғой, енді қаншама жақсы ұстаздар істеді. Бірақ сол кезде 2000 жылдары мына мектептерде осы балаларға ғылыми жұмыстарды жазғызу басталды. Сол кезде Қайбиба Жекеннің осы ғылыми жұмысты қалай жазу керек, осының теориясын, практикасын меңгеріп, бәрімізді тіпті бірінші мұғалімдерді үйретті. Одан кейін жаңа балалардың сөйлеу мәдениетіне көңіл аударды. Енді ол ғылыми жұмыс деген ол оңай нәрсе емес қой. Балалар, тіпті мектептегі балаларды ол үйрету да оңай болған жоқ. Бірақ сол кезде осы Абай лицей мектебінде көптеген балалар мына облыста, республикада, жаңа халықаралық деңгейде жақсы, яғни деңгейлерде орындар алып жүрді. Сонымен қатар олимпиадаға осындай жұмыстарды керемет атқарды. Сол кезде бір жақсы леп болды сол мектепте. Енді бұл кәсіби шеберлігі, кәсіби қырынан танытатын сіз айтқан қасиеттер, ал енді адами дүниелерге келсек, сіздердің араларыңыздағы осы. Енді арамызда біз енді жиі кездесеміз, жаңа әңгімелесеміз. Екеумізді жаңа айттым ғой, бір рухани, осы ұлттық құндылықтар бізде бойымызда бір сондай жақсы, енді біз анандай жеңіл-желпі әңгімелер емес, жаңа айтты ғой, кітап оқығанды, осыны талқылау, осы жазушылар туралы айту, ғалымдар жөнінде осындай әңгімелер, пікір алмасу деген сияқты, яғни осындай әңгімелерді көп айтамыз. Сондықтан да енді жаңа айтып жатырмын, біз енді өмірімізде. Одан кейін ол кісі біраз уақыттан кейін сол Абай лицейінде директор болып қызмет етті. Мен ол кезде жаңа 2-ші Павлодардағы Қалижан Бекхожин атындағы жалпы орта білім беру мектебінің директор болдым. Осы кезде де әрине бір-бірімізбен тек қана құрбы-құрдас ретінде емес, әріптес ретінде де көп, яғни сондай жақсы бір бағыттар алып отырмын. Бір-бірімізден сұраймыз. Енді мектептің жұмыстарында өте көп күрделі методикалық жағынан болсын, жаңағы экономикалық жағынан болсын, материалдық жағынан болсын, көп сұрақтар бар ғой. Бір-бірімізбен ақылдасып, осындай қызмет бабында да. Әлі дейін, яғни біз жиі кездесеміз, сырласамыз деген сияқты. Жемісті еңбек етті бұл кісі 40 жыл бойы. Мен де енді ол кісіден қалмай келе жатырмын. Әрі қарай да жалғастыра береміз деп ойлаймын осы достығымызды. Осындай тәжірибесі мол ұстаздар қауымы бұл жерде отыр. Айтмұхамед Қасымбайұлы, енді сіз бағанадан бері түртіп отырсыз қағазға, айтарыңыз көп екені белгілі. Айтмұхамед Қасымбайұлы, Шәрбат Төлеуқызы, сіздер де аралас құраласыздар. 30 жылдан астам әрине 30 жыл болып кетті. Енді бұл да енді көп уақыт әрине. Айтмұхамед Қасымбайұлы, не дейсіз? Мен бар ғой, мынау осындай отырыстарда көп болды болмағалы. Шыны керек. Әдейі шақырдық сізді. Жаныңда жүр жақсы адам дейді. Өте жақсы бір сәтті тақырып алған екенсіңдер. Бұны Қайбиба мен Ерекең айтады ғой. Жігіттің жігітін айт, дұрыстасын, жаманның жаманын айт, құтығасын дейді. Бұл екеуі туралы қасына жүргеннен кейін бұл өте жақсылықтығын айтып отыр. Соны біз айта береміз. Ең бірінші Қайбиба туралы ақырын жүріп анықпас, еңбек етпес далаға, ұстаздық етпес, жалықпас, үйретуден балаға деп Абай айтпақшы. Ұстаздық өмірі енді алдыда тұр бұл кісілердің. О деген ал Ерекең, бауырым, бұлар мынандай шек табу деген екінің бірінің қолынан келмейді. Міне 90 жылдан бастап мен білем. Қайбиба Жекенмен біз бірге жұмыс жасадық 99 жылы. Өйткені лицей деген статус алды.
О деген үлкен жұмыстар шығарды. Міне менің алдымда үлкен кітаптар тұр. Оны әр директор, мектептің директоры осылай жасағанның өзі мен көргем жоқ, шыны керек. Мына шұғылалы білім ордасы деген бұл энциклопедия. Қазір іздесең таппайсың майшаммен. Мұнда жаңағы Әбдез Қонаевич, одан кейін жаңағы мектептің тарихы туралы біз тікелей араласқан Сәркен Құсманова, Қабдуалиева, Гүлнара Балтабаевна, Дәметкен Мұқарына, тағы да басқа ұстаздарды атап өтуге болады. Тікелей тек қана отбасымен ғана емес, біз шығармашылық жұмыспен қатты араластық. Көңілім бүгінде бізді сол жақындастырып жүрген бұл шығармашылық. Бір-бірімізді жаңағы тыңдай білу. Өткен жолы ғана отбасына байланысты кездесу өтті. Сол кездесуде бізге бұл кісілер арнайы жаңағы құттықтау берді. Жаңағы отбасына байланысты. Абиловтар отбасының кеңесінің шешімімен 20-23 жыл қорытындысы бойынша жанашыр жандар номинациясы мен біз міне осылай марапатталдық. Әрине марапаттан кенде емеспіз үкіметтің марапатынан. Бірақ ал достардың, жолдастардың марапаты өңге болады екен. Бұл бәрінен мәнінде мағынасы өзде терең. Өткен жолдастар, достар көп. Шырқайнылар шіркін тауық қолындағы жеміңе деп Сәкен Сейфуллин айтпақшы, достар, жолдастар көп. Бірақ солардың ішінен ең алға шығып тұрған біздің марапатымыз осы. Сондықтан бұл кісілерді біз жақсын айтып, жаңа айтып өттім ғой ырыстасын. Соны айта беруге болады. Жаңағыда Шымкентте құдалар сөйлеп жатыр, Молдағали құдаларымыз. Бұл Молдағали құдаларда текті жер, шырайлы Шымкентке де барып қайтқанбыз. Ат бір баспаған жерін үш басады деп біз сол Шымкентке 3 барып қайтқан адамдар. Осы кісілермен. Осы кісілермен. Сонда осы Ерекеңнің өзі билет алып пойызға. Біз сонда барып, содан кейін бір жұмадай болып, онда бос жүрген жоқпыз. Біз жаңағы Нұрила апаның басына бардық. Доманағана дейді ғой. Сол кісінің басына бардық. Одан кейін мынау орданың да тігілген жаңағы егемендікке алынған тастардың бәріне жазып тастаған екен. Қай уақытта егемендік алдық. Одан кейін Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің басына барып, гүл шоғын қойып, міне көптеген мәселе сол Шымкенттің өзін аралап қайтқан жағдайымыз болды. Тағымды бір сапар болды. Иә, өте тағымды. Мен айтып отырмын ғой, біздің әрбір отырысымыз тек қана бос әңгіме емес. Өйткені біз шығармашылық жолда жүргеннен кейін біз басқа әңгімелерге жол жоқ. Жол жоқ. Жол жоқ, рас. Бауыржан Момышұлы туралы, Қасым Қайсенов туралы, бізді айтатындар көп, Жүсіпбек Аймауытов туралы, Қабдоллахит Қазірет туралы айтады, Ақбаб Қазірет туралы айтады. Естейтін құлақ болу қажет. Біз әйтті, мысалы шешенші сөздер туралы, Айтеке би, Төле би, Қаздауысты Қазбек би, Мәшһүр Жүсіп туралы, біздің негізгі тақырыбымыз Мәшһүр Көпеевтен басталады. Мәшһүр Көпеевтен басталғаннан кейін ол енді Мәшекеңе тоқтамай кетуде, тоқтай алмаймыз Мәшһүр Көпеевге. Өйткені ол кісінің түгел адам концепциясы туралы қазір жұмыс жасап жатырмыз ғой. Ол балабақшаға да қатысты, ол жаңағы училищелерге де қатысты, ол педагогика ғылыммен айналысып жүрген барлық салаға қатысты. Мәшһүр Көпеев сол басынан аяғына дейін шығармалардың барлығы бір-ақ нәрсе түгел адам. Мысалы Абайда толық адам болса, Мәшһүр Көпеев түгел адам, бүтін адам. Сол Мәшһүр Көпеевтің бір кереметті жарты адам туралы айтып өтеді. Жарты адам. Жартынан хикаясында сол жарты адам. Бірақ Мәшһүр Көпеевтің тереңдігі де, Абайдың да, Шәкәрімнің де тереңдіктері соншалықты оларға жаңағы оқырмандарынан әлде қайда алдыға кетіп қалған адамдар ғой. Біз сол ойларын әлі жете алмай жатырмыз ғой, бұл кісілердің. Әлі ізденуде. Енді болашақта оның оқырмандар табылып жетеді, әрине жетеді. Мен 33 жыл болды Мәшһүр Көпеев зерттеген. Бірақ Мәшһүр Көпеевті әлі де бойлай алмай жатырмын. Өйткені ол кісі әулие, өте дүниенің, біз айтып отырмыз ғой, Мәшһүр Жүсіп Көпеев әлемдік деңгейдегі ұлы ғұлама деп қазір мен айтып жүрмін. Сол сөзімді тұрамын. Ерекең менен Хабибаның негізгі бір жақсы қасиеттері, бұларда дос жолдас көп. Солардың әрқайсының дастарханында барғанда, осы таяуда ғана Қайролла мен Күмісайдың дастарханында болдық. Сонда осы ақын айтқан тақырыптың бір келесі сол үйде айтылды. Осының барлығы тәрбие. Жаңа айтып жатырсыздар ғой, балаларын көрсетіп жатырсыздар Ерекеңнің. Сол балалар осы тәрбиені көріп өскен балалар. Естіп өскен. Әрине, естіп өскен. Бұл тәрбиенің негізі үйде ғой. Сондықтан бұл басқа қонған бақтың ең үлкені ақыл.
ең үлкен ақын. Сондықтан бұлардың жаңағы бақтары осы ақылда тұр. Ақылды болғаннан кейін маңайларына Жолдас Жораны жаңағы оқыған білімді адамдардан жинақтады деп ойлаймын. Жаңа ақын бір сөзінде айтып кетті ғой әлгі, отырыс бізде жай өтпейді деп. Енді соның бір жалғасын айтайын, мен енді ана болғандықтан бізде мысалы Қабаң екеумізбен біраз бір 5-6 біздің өзіміздің жақсы жолдастарымыз бар, достарымыз бар. Бізде сырласу клубы бар. Біз мысалы, біз енді бір жақсы шайменен бір жерде отырып, осы қаланың ішінде бір айына 1 рет, 2 рет кездесіп отырамыз. Оның бір әдемі жаңағы тақырыбы болады. Бүгін осындай тақырыпта не оқыдық, не көрдік деген мақсатта. Бұл да балаларға тәрбие деп ойлаймыз. Содан кейін жаңағы құдалармен кездесу, ол өзі бөлек әңгіме. Әр отырыстың әр мәні бар. Құдамен отыру, құдағимен отырып әңгімелесу, ол бөлек дүние. Ал Жолдас Жора менен қарым-қатынас, ол бөлек дүние. Бауырлармен отырғанда ол бөлек әңгіме. Мысалы, таяуда ғана Ерсайын мен Хабибаның үйінде жақсы бір басқосу болды, жаңағы бауырларменен. Онда жаңа ақаң бір жақсы тақырыптарды көтерді. Әрине. Бәрі қатысы ол. Ана ой туып отырады сол. Жақсы сөйлеген отырады. Ол үшін бәрі деңгейдегі адамдар, соны шығармада оқыған адамдар болу керек. Сонда жақсы айтып, пікір талас болады. Әйтпесе ұмытып қаласың ғой. Әйеліңмен дос бол дейді, берекең кіреді дейді. Мықты азаматпен дос бол дейді, қасиетіңді біледі дейді. Білімдімен дос бол дейді, ақыл кеңес береді дейді. Міне Қабаң мен Ерекеңнің жаңағы осындай алдыларына қойған, жаңағы алдыларында ұстанған жолдары бар. Осылай. Және біз Қабаң екеуміз енді бір 93 жылдан бастап бірге келе жатырмыз. Не бір ыстық суықтың бәрін көрдік білім саласындағы. Жаңа Бауыржан айтып жатыр ғой, қонып жұмыс істеген кездері болды деп. Қабиба Жекенна біріншіден мысалы мықты ұстаз болса, екіншіден мықты әдіскер, одан кейін үшіншіден басшы. Басшылық туралы. Мықты басшы болды. Сондықтан ол басшылықта да жетістігі өте көп болды. Жоқ. Хабибада қаталдық жоқ негізі. Шебер басшы. Қаталдық жоқ. Жалпы қаталдықсыз басшы болу мүмкін дейсіз? Мүмкін. Өте мүмкін. Ол жаңағы мінезді ішке ұстап тұру деген, ол да бір үлкен қасиет. Ол үлкен қасиет. Жаңағы бәрін ақтарып сыртқа шығарып тастамай, ішінде ұстап, ұстамдылық деген ол да бір мықты қасиет. Вот Хабибада сондай қасиет бар. Сосын кейін бұл кісілер бір жақсы қасиеті әдет ғұрып салт дәстүрді жақсы ұстанады. Мысалы, жаңағы қанша құдалар алыс болса да Шымкент деген алыс жер ғой, енді бір талай жер біз үшін. Сол мысалы Динара кішкенелі болған кезде, жиенді болған кезде ол өте бір қуанышты сәт. Сол кезде мысалы мен Қабаңның шашбауын көтеріп, ал Қабаң енді апа болдым деп, әже болдым деп қуаныш қойнына сыймай тұр ғой. Екеуміз шашбауымыз бір-біріміздігі жетектеп жаңағы Шымкентке бардық. Сонда жаңағы Шымкентке барған кездегі осындай суретке түстік. Бұл да мысалы қалай қалжап бару, қазақтың салты ғой, дәстүрі ғой. Біз жаңағы Динараға қалжап барып тұрмыз. Екінші жағынан өзіміздің құдағилық жолымыз бар. Міне осындай нәрселерде біз бір-бірімізді қолдап отырамыз. Жалпы үнемі біргесіздер. Көп жыл достасып келе жатқан адамдар қандай да бір түсініспеушіліктер орын алып, екі жаққа екі бөлек кетіп қалатындар да бар ғой, иә? Бар шығар, кейде естисің ғой, бірақ дегенмен де бізде ондай болған жоқ. Себебі бұл жерден мынау бір ойда бірізділік бар ма екен, немесе бір рухани жақындық болғандықтан ба екен. Бір адами құндылықтардың мүмкін бір арнаға міндетті түрде сол адами құндылықтар. Не сіз үшін осы адами құндылықтар? Адами құндылықтар деген, мысалы мен
жалпы балалардың бойынан болсын, өзіміз тәрбиелеп жатқан үйдегі балалардың достарымызбен болсын, бізде бірінші тамыр ол ұлттық құндылықтан басталу керек. Ұлттық құндылықты сіңіргеннен кейін ғана жалпы адамзаттық құндылыққа ұмтылыс сол кезде ғана болу керек деп ойлаймыз. Енді біздің негізгі ойымыз солай сияқты. Ал негізгі тәрбиенің тамырын шын мәнінде ұлттық құндылықтан алып, содан кейін ары қарай жалпы адамзаттық құндылықтарды игеру ол керек. Қазіргі заманда өте қиын. Мысалы, балаларымызды біз дайындаймыз халықаралық білім кеңістігіне шығуға. Мына өмір өзгермелі ғой. Өзгермелі өмірде балалар тез шешім қабылдау керек, жан-жаққа тез жаңағы болып жатқан талапқа, өзгеріп жатқан өзгеріске бейімделу керек, қазір өте енді болашақ заманына қарай адамы деп жатады ғой. Сондықтан да біз балаларды да соған тәрбиелеп жатырмыз. Алған білімдері де солай. Мысалы, шетелден оқыды біздің балалар, бірақ олар тамырынан, ұлттық құндылықтан кетпеген жоқ. Жаңағы Әл-Фарабидің айтқан сөзі, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген, ол шын мәніндегі сол заманда айтылса, ол қазіргі заманда өте өзекті. Ол қай заманда айтылды, сол заманда өзекті болса, ол қазіргі заманда тіптен өзекті. Өйткені бала тәрбие содан кейін барып білім берілу керек. Және ол негізгі тамырын ұлттық құндылықтардан, ұлттық бастаудан алу керек деп түсінеміз. Бізді біріктіретінде осы ой шығар. Осы бәріміз қазір жұмыс істеп жүрміз, зейнетте болсақ та. Алдымызға келген шәкірттерге біз әрине осы талапты қоямыз. Жаңа осыны сіңірткіміз келеді бойларына. Өйткені мектеп, білім ордасы, ол шеберхана, баланың ойын қалыптастырады. Баланың бойына жаңағы халықтың ғасырлар бойы жиналған қадір қасиетін, адамгершілік құндылықтарын сіңіртетін орта білім ошағы. Сондықтан да айтқан шығар кезінде, мысалы, елге қызмет ету білімнен емес, мінезден деп. Біздің алашордашылардың айтқаны бар ғой, Әлихан Бөкейхановтың айтқаны. Негізгі ойларымыз да осы кездескенде де мақсат сол деп ойлаймыз. Жүсіпбек Аймауытында Әл-Фараби ұқсас бір сөздер бар ғой. Жүсіпбек айтып ғой, тәрбие алмаған білімсіз жауыз, надан жауыздан зияны 100 есе артық дейді. Сұмдық қой. Сонда жаңағы білімсіз жауыз, ал надан жауыз дұрыс болып тұрған қасында. Оның зияны аз болып тұр ғой. Білімді, тәрбие алмаған білімді жауыз, надан жауыздан зияны 100 есе артық. Трагедия. Жүсіпбек айтып отыр, Аймауыт. Жүсіпбек Аймауыт содан кейін айтып отыр ғой. Мәшһүр Көпеевті айтады, өзін өзі танымаған, ол Тәңірісін танима дейді. Жүсіпбек айтпады. Өзін өзі алдымен тану. Сол секілді Жүсіпбекті айтады ғой. Адам өзін танымаса, өзгені тануға ол шорқақ болады дейді. Қалай айтады сонда? Сонда жаңағы адам алдымен өзін өзі білуіміз керек. Сіз осы ретте өзіңізді таныдыңыз ба? Өте қиын нәрсе өзін тану деген. Өзін таnuды осы міне. Бүгін осы жиналып жатқан менің адамдарым, біз өзімізді тану міне. Бір-бірімізді тану. Сирек нәрсе. Осылай бір жерге жинап алып, білуге, сізде бәріміз бір жерге жинау адамдар өте қиын. Міне танып отырмыз. Бір ой, бірақ соны ашу мүдделес болып тұрмыз. Біз мүдделеспіз. Мүдделес болғанын айтып отырмыз ғой. Сол тану деген осы. Мен мысалы сіз енді ғылыми тұрғыдан, мен адами тұрғыдан. Мен мысалы Шәрбатты танимын дегенде мынадай танимын. Яғни оның адамгершілік қасиеттерін, жаңағы ағадал жүрегін, немесе жайдары мінезін, сол сияқты мен Майкен Қалымнан танимын. Жаңағы балалық кезден өзінің мектептегі оқуын, ең керемет еңбекқор, өйткені кезінде бұл кісінің атында арнайы керемет еңбекқорлығы өте жоғары. Біздің Аққулы ауданында бір алтын әріппен жазылған қыздардың біреуі. Сондықтан да осындай еңбек, мен бұл кісілерді танимын енді. Өзім осы кісілерден көп нәрсені үйрендім деп есептеймін. Осы жүріп жүрген жанымдағы адамдардың бәрінен жақсы қасиеттерін сіңіруге тырысамын. Сенбілік кездесуді жалғастырамыз. Осы ретте Хабиба Жекенқызы Астана қаласынан сіздің тағы бір құрбыңыз ыстық лебізін жолдаған екен. Олай болса дәл қазір экранда Түгелбаева Анар Тоқтарқызы. Хабиба Жекеновнамен 2000 жылдары танысып, бірталай білім саласында қызмет атқарып келеміз. Хабиба Жекенова өзінің шебері, дарынды балалар дамыту саласында өте керек қызықты жобалар іске асырылды.
ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, шәкірттері ол кісінің бүгінгі күні әлеуметтік салада, экономикалық саласында көп үлес қосып жатыр. Тағы бір атап айтқым келетін бір қасиеті, Хайбажа Кеннаның рухани дүниесі өте бай. Кітап оқуға өте құштар адам. Өзі ғана оқып қоймай, жан жағындағы айналасына да оқытып, оны бірге талқылаймыз. Сондықтан осы қасиетіне көп рахмет айтқым келеді. Жұмыс барысында достасып, жақсы құрбы болып кеттік. Бүгінгі күні отбасымызбен араласып келеміз. Хайбажа Кеновна, отбасыңызға береке, бірлік тілеймін. Әрқашанда ғұмырыңыз ұзақ болып, биіктен көріне беріңіз. Сенбілік кездесу бағдарламасын жалғастырамыз. Десе де сіз үшін осы өмірдің мәні не? Өмірдің мәні? Енді достарыңызды былай алып қойғанда, жалпы өмір сүре келе өзіңіз көз отбасылық құндылығын сақтау ғой, негізі өмірдің мәнісі ғой. Сіз үшін қандай? Мен енді ойлаймын, мысалы жаңа Ахмет Байтұрсыновтың айтқан мынадай сөзі бар, бала қымбат, бірақ оның тәрбиесі одан да қымбат деген. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жаңа өмірдің мәні, ол отбасында жаймашуақ, жақсы күндерге толы болуы, және өзінің жаңа өмірге әкелген балаларының сондай шын мәнінде адал, шын мәнінде ақ жүрек, және шын мәнінде халыққа, елге қызмет етуге дайын, сондай бір шын деңгейде қазақ ұлттық құндылықтарды сіңіріп, бойына мейірімді болып тәрбиеленуі деп. Ерсайын Мұқанұлы, сіз үшін де осы қағидалар өзгермейді ғой? Өзгермейді. Бұрыннан келе жатқан ол айтқан сөздер ғой енді. Біз енді кезінде орысша оқыдық қой енді. Семья — это ядро ячейки деп. Сол ол негізгі сол құндылық, ол бала көріп өскен жері. Сонымен ол ары қарай өзі тәрбие алады, өзі түсіне біледі, өзі ары қарай үш дүниесі ашыла біледі. Қабылбек Жекенқызы, енді сіздердің әрбір осы отырыстарыңыз осындай әзілмен, бір әнмен де жарасатыны енді белгілі ғой. Олай болса бүгін де ән салсақ? Біз енді... Жоқ, ән салмас бұрын мен мына әйелдер күнін құттықтаймын. Сіздер мына 8 наурыз мейрамын құттықтаймын. Келеді ғой, енді осы хабарды бүгін. Соттан Мұқағалидың ойында кеп тұр ғой, айтайық. Әйелдер ай, әйелер ай, құлар ай, жанарларың жауын алып тұрған ай, біле тұра бүйректерін бүлк етіп күліп тұрып кетесіңдер тыңдамай. Әйелдер ай, әйелер ай, қандайсың, әдемі болып кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу сүйіп тұрса да бармайсың, біреу жеп тұрса да қалмайсың. Әйелдер ай, әйелер ай, құлар ай, әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі, әдемілік еш уақытта көптік етпейді. Ой, рахмет. Шын мәнінде біз бәріміз осы мына келіп жеткен 8 наурыз әйелдер күнімен барлық біздің жерлес Павлодар облысындағы қыз-келіншектердің бәрін шын жүректен құттықтаймыз. Оның ішінде әсіресе енді ұстаз келіншектерді, ұстаз мұғалімдерді, сіңлілерімізді, әріптестерімізді бәрін шын жүректен құттықтаймыз. Осы көктемде жайнап, шуақты күндері көп болсын. Тамаша. Енді жоғарыда айтқандай ән айтсақ, Шәрбат Төлеуқызы. Давай бастамайық. Іздегенде табылатын қасыңнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүрмейді, кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Жан досым, өсем болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, сырымызда бітпесін. Өмір өзі арқамызға жүк салды, бәрімізді қияларға жұмсады. Жолдап сақта бірге жүріп жол тауып, адассақ та бірге жүріп адастық. Жан досым,
сен болсын мейілің, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, сырымызда бітпесін. Тамаша. Иә, бүгінгі жүздесуде осындай жалпы рухани дүниелер ғана айтылып қоймай, мынау тамаша әдемі отырыс болды. Туыстардың туыстай болып кеткені, достардың осындай кездесуі болды. Бұл кездесуге ұйытқы болған енді ұлағатты ұстаз, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері Хабиба Жекенқызы Абилова болды. Сізді және де осы жердегі нәзік жандыларды Шәрбат Төлеуқызы, Майкен Қалымқызы сізді бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Сенбілік кездесу бағдарламасы осымен аяқталды. Эфирде аман есен жүздескенше.